Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты. Біз бүгінгі тақырыпта әлемдік айтулы тақырыпқа айналған коронавирус туралы сөз қозғаймыз. Коронавирусының неліктен дауасы ем табылмайды, себебі неде? Коронавирусы бүкіл жер шарын жаулап алатын қуатқа ие ме? Және Қытай үкіметі коронавирустың себебін кімнен көріп отыр? Тапты ма? Сондай-ақ біз Қазақстан халқы коронавирус туралы не білеміз? Оған қарсы қолданар қаруымыз қайсы? Міне осындай өзекті сұрақтарды бүгін қаузап өтеміз. Әлемдік бақ беттері жаппай жазып жатқан, айтып жатқан коронавирус туралы жазбалар, дүниелер көп. Бірақ біздің үкімет Қазақстанда бұл тұрғыда айтылып жатқан ғылыми тақырыптар, зерттеліп жатқан дүниелерді біз естіп отырғанымыз жоқпыз. Тек бізге белгілі бұқаралық ақпараттардан және әлеуметтік желілердегі түрлі өтірігімен шыны аралас, қауіпқа толы, қатерге толы ақпараттардан басқа көп ештеңе ілбалар дәнеңеде жоқ. Сондықтан мен өзім биолог немесе медик болмасам да, жалпы ғылым саласында жүрген азамат ретінде осы тақырыпты зерттеп көрдім. Сонымен осы зерттеген дүниелерімді көпшілікке ұсынып отырмын. Алдымен вирус деген не? Осы туралы ғылыми тұрғыда анықтама бере кетейік. Вирус дегеніміз тірі организмдердің ішінде болатын клеткасы жоқ ең кішкентай денелерді вирус деп атаймыз. Вирустар әдетте өте оңай пайда болады. Вирустарды негізгі құрайтын екі дене бар. Оның бірін біз міне алдарымызда көріп отырған ДНК дейміз. Екіншісі осының тағы бір қосымша егіз ұғымдағы РНК деген осы екі заттан құралады. Осы ДНК мен РНК-ның қай-қайсысы да ферменті нәруызбен, былайша айтқанда белокпен қапталған капсидтерден осы вирустар пайда болады. Сондықтан вирустың негізгі заты не ДНК, не РНК, және оның сыртын қапталған, ақуызбен қапталған капсид яки қабыршақ қабаты болады. Осыдан ақ вирустардың өте оңай пайда болатын, оңай жасалатындығын білуге болады. Вирустар тек клеткалардың, жасушалардың ішіне кіргенде ғана ол тіршілігін жалғастыра алады. Егер жасушаларға кіре алмаса, ол тіршілігін жалғастыра алмайды. Сондықтан вирустар туралы әлемдік ғалымдар біреу оны тірі дүние десе, біреулер жанды, біреулер жансыз деп айтып келеді. Біз оны тек астық дақылдарының дәні ретінде елестетуімізге болады. Астық дақылдарының дәні жай тұрғанда ол тек қана қарапайым дән ғана. Ал топырақтың ішіне түскенде ол көктеп түрлі дақылдарды пайда қылады. Сондықтан біз вирустарды жанды, жансыз деп ашып айта алмай отырмыз. Ал енді бұл қабықша жаңағы капсид не істейді дегенде, капсид вирустардың ішін қорғайды және оның клеткаға кіруіне көмектеседі. Оның осындай функциясы бар. Ал кез келген бактериялар не клеткалар вирустарды өзі қабылдамайды. Себебі біздің жаратылысымыз сондай үлкен, өте жоғары ғылыми деңгейде жасалған дүние. Біздің әрбір клеткаларымыз өзі танымайтын вирустарды өзінің ішіне кіргізбейді. Олай болса, вирус қалай кіреді адамның клеткасына? Бұл жерде таңғажайып дүние бар. Жаңағы вирустар ақпарат беру арқылы клеткаларды алдайды. Қалай алдайды? Біз сенің бір бөлшегіңбіз, біз сенің досыңбыз, бізді қабылда деп ақпарат жібереді. Осы ақпаратқа сенген клеткалар, бактериялар жаңағы вирустарды қабылдап алады. Міне әңгіме осыдан басталады. Қабылдап алғаннан кейін ішіне кірген вирустар енді не істейді? Ары қарай өзін дамытып көбейтуге беттейді. Біз білеміз, денемізде ақуыз, нәруыз деп атаймыз, белок деген зат бар. Осы белок бүкіл тіршіліктің қайнары. Былайша айтқанда өмір деген белоктан тұрады. Ал әрбір клетка өзіне қажетті белоктарды өзі өндіреді.
Ал вирустар клетканың ішіне кіргеннен кейін жаңағы өндірілген ақ нәрді, ақуызды енді қайтеді клетка үшін емес, өзінің көбеюі үшін пайдаланады. Осыдан кейін ол жылдам көбейеді. Көбейгеннен кейін ең соңында клетканың ішіне сыймай жарып шығады. Осыдан барып клеткалар өледі. Міне. Клеткаларды осылай өлтіріп, ол организмімізге осылай кіріп, организмімізді осылай зақымдайды. Ал енді вирустардың әлемде түрлері көп. Вирустардың ішіндегі ең бір қауіптісі осы коронавирусы. Коронавирусы дегеніміздің өзі шығу тегі басқа вирустарға ұқсамайды. Мен жаңа айтып өткен вирустардың негізгі құрайтын біреу ДНК дедік. ДНК дегеніміз былайша айтқан уақытта біздің ата-бабамыздан бізге дейін және біздің ұрпақтарымызға жететін біздің бойымыздағы негізгі генетикалық ақпараттарды сақтайтын, қорғайтын және оны ұрпаққа жеткізетін осындай бір ерекше зат деп айтуға болады. Ал енді осы ДНК-лар ерекшелігі, РНК-дан ерекшелігі. РНК мен ДНК-ның үлкен айырмашылығы жоқ, бірақ басты айырмашылығы, міне көріп отырсыздар, ДНК-да екі түрлі жіпше бар. Осы екі түрлі жіпше бірін-бірі толықтап, біріндегі жеткіліксіздікті екіншісі толықтырып отырады. Сондықтан ДНК-дан жасалған вирустар негізі тұрақты болып келеді. Ал енді РНК-дан жасалған вирустардың тұрақсыз болуы, онда екінші жіпше жоқ, тек жалаң бір ғана жіпше болады. Осы жіпшенің әсерінен жалаң болғандықтан оған кірген вирустардың тұрақтылығы сақталмайды. Өйткені бұл жерде вирустар басқа вирустарды қабылдап алуы да мүмкін. Сол арқылы мутацияға ұшырап, жаңадан вирустар жасап шығуы мүмкін. Ол вирустар күшеюі де мүмкін, азаю да мүмкін. Сонымен бірге, бұл мутацияға ұшыраған вирустар кез келген ортаға бейімделіп кете беруі мүмкін. Тағы бір жағынан РНК-дағы вирустар ДНК-дағы айырмашылығы, ДНК тек клеткадағы белоктарды алатын болса, бұл РНК-ның ерекшелігі өзінен жаңағы уыздарды өндіріп кете береді. Сондықтан бұның өсуі, дамуы ДНК-ға қарағанда, ДНК-лық вирустарға қарағанда тез және құбылмалы болып келеді. Сондықтан бұның бүгінгі таңда оның нақты дәрісін, емін таба алмай отырғанымыздың себебі осында. Ал енді коронавирусы міне осы РНК вирусынан жасалып отыр. Өкінішке орай осылай болып отыр. Енді корона деген сөздің өзі тәж деген сөзден аударылған. Бұл көбінде коронавирустары адамдарда, құстарда және сүтпен қоректенетін жан иелерінде пайда болады және осылардан бір-біріне жұғады. Сондықтан ең алғашында Ухан қаласында осы коронавирусы туған уақытта адамдар жарғанаттан күмәнданды. Өйткені сол Ухан қаласындағы түрлі жануарларды, құстарды саудалайтын базарда жарғанатта болған. Ал не үшін жарғанат? Себебі жарғанат бағанағы айтылған адамдар, құстар және сүтпен қоректенеді деген осы үш шарттың екеуіне жарғанат сай келеді. Өйткені жарғанат сүтпен қоректенетін, бір жағы құс, бір жағы сүтпен қоректенетін жануар. Сондықтан ең алғашында күмән солай пайда болды. Енді соңғы уақытта да Қытайдың зерттеулерінің 80% осы құстардан болды деген, жарғанаттан болды деген, жануарлардан болды деген уәжге тоқталып отыр. Әдетте коронавирусының 4 түрі болады. Олар альфа, бета, дельта және гамма деген. Осының ішінде бета вирусының қаупі өте зор. Біз жаңағы айтылған РНК-дағы жасалатын вирустардың қауіптілігі осы бетамен тікелей байланысты. Біз білетін 2003 жылғы SARS, жедел тыныс алу жолындағы синдром деген Қытайда таралған. Осы вируста және 2012-2013 жылдар
таралған таяу шығыстағы мерс деген вирустардың барлығы да осы коронавирусына кіреді. Ал енді 2019 жылдың аяғынан 2020 қазір бүкіл дүниені зілзалаға бөлеп отырған Ухан вирусы да осы коронавирусы бір түрі болып отыр. Ал енді Ухан деген бір қаладан шықты, бір мемлекеттен шықты деген атау ол құлаққа жақсы естілмейтіндіктен Қытайлар оны COVID-19 вирус деп атын өзгертіп атап отыр. Ал енді біз білеміз, бүгінгі таңда Қазақстаннан басқа аймақтардың көпшілігінде бұл вирус әлемдік деңгейге тарап отыр. Мен бүгінгі ақпаратты көргенімде әлемнің Қытайдан басқа 44 мемлекетінде бұл вирус жетіп үлгерген. Қазір Қытайдан басқа оңтүстік Корея, Жапония, Еуропадағы Италия және мынау Иран Ислам Республикасында жағдай өте қиын. Осылар арқылы Еуропаның өзге елдеріне, таяу шығыс елдеріне таралып жатыр. Былайша айтқан уақытта біздің Орта Азия және Қазақстанның жан-жағы толған вирустарға толып кетті деп айтуымызға болады. Міне жер шарының, дөңгеленген жер шарының арғы бетінде де, бергі бетінде де бұл вирус жайлап барады. Сондықтан бұл вирус бүкіл әлемді жаулап кету қаупі зор болып отыр. Оның себебі бұған лайықты және нақты дәрісі және оның себебі анықталмай отыр. Енді бүгінгі таңда Қытай өкіметі бұны сырттан келген вирус еді, енді міне сыртқа жайылып барады. Біздің елімізден ақырын-ақырын кетіп жатыр деген мәлімдеме жасап жатыр. Бірақ бір нәрсені айта кету керек, Қытай өкіметінің берген мәліметтеріне қазір көптеген дүниежүзі мемлекеттері сенбейтін болды. Кейбір ақпараттарда өлген адамдардың саны 100 мыңнан асып кетті деп отыр. Сондықтан мейлі қалай болмасын, бұл індеттің Қытай үшін үлкен ауыртпалық әкелгендігін көріп отырмыз. Ал енді экономикасы, медицинасы Қазақстаннан әлдеқайда дамыған Қытай, Корея, Жапония, Италия, Франция сықылды мемлекеттер ем таба алмай отырғанда, біздің Қазақстан үкіметінің бұл салаға тым көңіл бөлмей отырғандығы көрініп тұр. Өйткені мұны бір ғылыми деңгейде талқылап жатқан, ортаға салып айтып жатқан жағдайларды біз нақты ресми ақпарат құралдарынан естімей отырмыз. Бұл енді құптарлық жағдай емес. Біз әлем барынша назар аударып отырған бұл жағдайға тым жіті көңіл қалауымыз керек. Өйткені біздің айналамыз, бізге келетін тауарлар, бізге келетін қонақтардың барлығы да, бізбен байланыстағы мемлекеттердің барлығы да осы аурумен ауырып отыр. Сондықтан не істеуіміз керек деген әңгіме келіп шығады. Бұл үшін біз, және менің ойымша біз былай істеуіміз керек. Біз мұсылман халық ретінде тәуекел етуіміз керек Аллаға және құлшылығымызды орындап, қолымыздан келетін тазалық алдын алу шараларын жасауымыз керек. Ол үшін ең алдымен өзіміздің иммундық жүйемізді көтеруіміз керек. Өйткені иммундық жүйе ол Құдай тағаланың адамдар жасауындағы ең үлкен құдіреті. Иммундық жүйе адамдардың барша ауруларға қарсы тұруындағы, ем алуындағы ең бірінші күш. Егер иммундық жүйе күшеймесе, ешқандай дәрігер пайда бермейді. Сондықтан біз иммундық жүйемізбен жақсы айналысуымыз керек. Ал иммундық жүйе қалай жұмыс жасайды дегенде, иммундық жүйенің жұмысын қысқартып айтқанда 4 саты бойынша қарастыруға болады. Біріншіден, сурфактант ағуыздардың әрекеті. Бұл сурфактант ағуыздар дегеніміз иммундық жүйенің бұл коллекциялары. Мысалы, жаңағы вирус өкпеге кіргеннен кейін, осы сурфактант ағуыздар қайтеді, вирусқа жабысып алады да, мынау ауру вирус, мынаның көзін құрту керек деген белгі береді. Міне осы уақытта біздің иммундық жүйемізде арнаулы вирустарды өлтіретін вирустар бар. Киллерлер. Осы киллерлер келеді, жаңағы вирустарды сол жерде кез ұстаған жерінде өлтіреді. Бұл иммундық жүйенің бірінші қорғану кезеңі. Екінші антикорлар. Былайша айтқанда бізде антитело немесе антиденелер деп атаймыз. Бұлар не істейді? Бұлар келген вирустарды ұстап алып, қол аяғын
кісендеп, оның клеткаға келуін тосады. Және фагоциттер деген бір топшалар бар. Осы фагоциттердің келу арқылы вирустардың көзін құртады. Не паршалайды, не оның зиянын тазалайды, жалпы денеге келуін, клеткаға кіруін тосады. Ал енді бұдан өтіп кеткен жағдайда үшінші кезеңге өтеміз, комплемент жүйесі іске қосылады. Бұл комплемент жүйесі дегеніміздің өзі, енді жаңа екеуін өтіп кетіп, вирустар біздің иммунитетімізге бағынбай кеткен уақытта бүкіл иммундық жүйе бірлікте барлық күш қуатын толық жұмсай бастайды. Бұл әдетте вирустар денеге кіргеннен кейін, орташа 14 күннен кейін басталады. Міне осы уақытта бізде температура басталады, қызу басталады, түшкіру, жөтелу басталады. Бұл арқылы бүкіл біздің иммундық жүйеміз вируспен күреске өтеді. Бұл үшінші кезең. Егер бұлдан ары қарай вирус бой бермей кететін болса, біздің иммундық жүйеміздің істейтін ең соңғы тәсілін интерферондар деп атаймыз. Бұл интерферондар не істейді? Қарапайым тілмен айтқанда, енді тежеуге келмейтін вирустарды мекендеген және вирустар мекендеген клеткалармен және оның айналасындағы әлі зақымданмаған, бірақ зақымдалу мүмкіндігі бар клеткалардың барлығын құртып жібереді. Сөйтіп, иммундық жүйе ең соңында ағзадағы көптеген клеткаларды өлтіруге барады. Бұның аяғы адам денесінің үлкен ауруға шалдығуына және не болмаса өмірден өтіп кетуіне де әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан иммундық жүйеміз біздің ең күшті қаруымыз. Ал иммундық жүйені қалай көтереміз? Иммундық жүйені көтерудің білетін тәсілдеріміз сол: біз қуатты тамақтануымыз керек, жақсы демалуымыз керек, сонымен бірге спортпен айналысуымыз керек. Осы арқылы иммундық жүйемізді көтеруіміз керек. Ал ескертетін бір жағдай, иммундық жүйеге кері әсер ететін ең үлкен және ең қатерлі дүние ол мына тарап жатқан аңызға толы ақпараттар. Міне бүйтіп кетті, вирустан мұнша адам өлді, күніне бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деген осы ақпараттарды үнемі тыңдай беретін болсақ, бұл біздің иммундық жүйемізді әлсіретіп жібереді, күйретеді. Сондықтан біз бұл ақпараттарды тыңдаудың қажеті жоқ. Керекті ақпараттарды алуымыз керекті, қалған бізге жағымсыз ақпараттарды тыңдай берудің қажеті жоқ. Ол біздің иммундық жүйемізді құртып жібереді. Сондықтан біз белсенді болуымыз керек, өмірге шынайы көзқараспен қарауымыз керек. Одан кейін түрлі тазалық шараларын қолдануымыз керек. Қара сабынмен жуымыз керек, артынан этил спиртімен тазаланып отыруымыз керек. Үйде хлор қосылған арнаулы сұйықтықтар бар ғой, сонымен тазалап отыруымыз керек. Ауаны желдетіп, үнемі терезені ашып, ауаны алмастырып отыруымыз керек. Топтық орындарға көп барудың қажеті жоқ. Той-томалақтарды мүмкіндігінше азайту керек. Өйткені вирустың жасырын уақыты 14 күн емес, одан да көп болып жүруі мүмкін. Сондықтан бүгін сау адам сау болып жүрген күнде бізге вирусын жұқтырып кетуі мүмкін. Сондықтан осы уақытта той-томалақ дегендерді мүмкіндігінше азайтуымызға тиіс болып тұр. Біз бағана айтып өтті, мұсылман қалып болғаннан кейін бір Аллаға тәуекел етуіміз керек. Және иманымызды да күшейтуіміз керек, ішкі сенімімізді де күшейтуіміз керек, иммундық жүйемізді де күшейтуіміз керек. Сонымен бірге, осындай жағымды ақпараттарымыз болса, бөлісіп, бір-бірімізге демеулік көрсетіп отыруымыз керек. Құрметті достар, міне менің айтарым осы. Сондықтан менің айтарым бір кәдеге жарап қалар деп ойлаймын. Осы айтуым кәдеге жарап жатса, мен шынайы қуаныштымын. Амандықта, саулықта болайық. Біз қазақ халқы, қанымыз таза, тегіміз, геніміз мықты халық. Сондықтан бұдан да қиын нәубаттардан өткен халықпыз, біз бұдан да жеңіп өтіп кетеміз. Қазақстанның айналасын өзге елдерге тарап жатқан вирустардың біздің елге соқпай жатуының өзі де біздің рухымыз және Алланың бізге қаратқан оң көзқарасы деп ойлаймын. Құрметті достар, қашанда сау, саламатта болайық, аманшылықта болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен бірге болған Абай атындағы педагогикалық университетінің жаратылыстану және география институтының доценті, ғылым кандидаты Қастер Сарқытқанұлы.